Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді, керемет түрік бөректерін дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, жаңа рецептерді жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін ұнды електен өткізіп алып, ортасын ашып, тұз қосамыз. Үстіне жылы су құйып, алдымен қасықпен араластырып аламыз. Одан соң қолымызбен тығыз қамыр илейміз. Қамырды 3 бөлікке бөліп, дөңгелектеп, бетін 20 минуттай жауып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Кез келген аскөкті жуып, майдалап тураймыз. Оған ірімшікті үккіштен өткізіп қосып, дәміне қарай тұз бұрышын саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қамырдың бір бөлігін алып, жұқа етіп жаямыз. Аздап сұйық май жағып, осылай қолымызбен тартып созып шығамыз. Дайын салмамыздың 3-тен 1 бөлігін қамыр үстіне салып, жайып шығамыз. Содан соң оны рулет қылып орап, осылай видеода көрсетілгендей орап шығамыз. Қамырдың қалған бөліктерін де осылай жасап, пергамент қағазының үстіне қойып, видеода көрсетілгендей жасап шығамыз. Қалауларыңыз бойынша бөлек-бөлек орап пісіруге де болады. Бетіне сұйық май және жұмыртқаның сарысын жағып, қалауларыңыз бойынша кунжут сепсеңіздер болады. Алдын ала қыздырылған духовкада 180 градуста 40 минуттай пісіріп аламыз. Біздің бөрегіміз дайын, дәмі өте керемет болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Егер де рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.